Құрметті тыңдарман, әңгімені соңына дейін тыңдап, қолдай отырыңыздар. Бұл әңгіменің бастапқы бөлімін өткен видеодан көре аласыздар, ал біз жалғастырамыз. Ата-енесі балаларының үйінен кетіп, жаңа жалдамалы пәтерге көшіп, өздерін жеңіл әрі еркін сезінеді. Жаңа ортада олар бір-бірімен тіл табысып, көптен бері сезінбеген еркіндікке қол жеткізді. Бөлек тұрғалы екеуінің арасындағы қарым-қатынас та жақсара түсті. Олар бір-бірімен сырласып, демалатын сәттерді бағалап, өмірден ләззат алып жатты. Атасы бір күні таңғы шай үстінде кемпіріне күлімсіреп, «Кемпір, міне, біз енді емін-еркін тұрып жатырмыз. Осында өзімізге тиесілі тыныштықты тапқан сияқтымыз. Үйде реніш, ұрыс-керіс жоқ. Бұл өмірдің өзі бір ғанибет екен ғой», деді. Кемпірі де сабырлы түрде күлімсіреп, «Иә, шалау, рас айтасың. Келін мен баланың тіршілігіне араласпай, осылай бір тыныштықта өмір сүрудің өзі жақсы екен. Біз оларға кедергі болмай, олардың да өз жолдарын табуына мүмкіндік бердік. Бұл шешіміміз дұрыс болыпты», деді. Олар енді бұрынғыдай келіннің үндемеуі мен үйдегі ауыр атмосфераны сезінбей, өздерін жеңіл әрі еркін сезініп жүрді. Ата-ене күні бойы қалаған істермен айналысып, уақыттарын өздеріне арнап, саябақта серуендеп, түрлі шараларға қатысып, достарымен де кездесіп жүрді. «Мына өмірдің шынайы рахатын енді сезініп жатырмын», деп шалы кемпіріне тағы да бір сөз айтты. Кемпірі де, «Ой, шалау, біз әлі жаспыз ғой. Жаңа мүмкіндіктерді көре отырып, өмір сүруді осылай жалғастырамыз. Енді тек бір-бірімізді қолдап, жаңа өмірді бағалайық одан да», деді. Осылайша ата-ене жаңа үйде өмірлерінің осы кезеңін бағалап, бақытты өмір сүре бастады. Бөлек тұрса да, олар балалары мен немерелеріне қамқорлық танытып, әрдайым байланыста болуға тырысты. Бірақ өз өмірлерін, өз қалауларынша сүріп, емін-еркін күн кешуді бірінші орынға қойды. Олар балаларының үйіне сирек барып, тек қажетті уақытта ғана араласты. Бұл шешімнің олардың арасындағы ренішті азайтып, түсіністікті арттырғанын байқады. Уақыт өте келе, отбасының әр мүшесі өз өмірін басқаша бағалай бастады. Енді олардың барлығы бір-біріне сыйластықпен қарап, әр қайсысы өз жолын тапқандай еді. Келін мен баласы да ата-аналарының шешімін түсініп, оларды жиі шақырып, кездесу кезінде бір-біріне жылы сөздер айтып, отбасылық берекені сақтауға тырысты. Бірақ бәрібір ата-енелерінің бөлек тұрғаны отбасының әр мүшесіне еркіндік пен тыныштық әкелді. Ата-енесі бөлек тұрғанына бірнеше ай өткен соң, бәрі өз орнына келгендей болды. Олар өздерінің жаңа өмірлеріне бейімделіп, бір-біріне қолдау көрсетіп, отбасының басқа мүшелерімен де жақсы қарым-қатынас сақтап отырды. Араларындағы ауырлық пен реніш сейіліп, енді барлық мәселе сабырға айналғандай еді. Бір күні атасы мен әжесі балалары мен немерелерін қонаққа шақырды. Бұл кездесу ерекше болды. Өйткені бұған дейін бәрі бір-бірінен алыстап кеткендей көрінсе, енді қайтадан бір-бірімен жақындасудың сәті келді. Олар үлкен дастархан жайып, жанға жайлы әңгімелер айтып, отбасы қайтадан жылулық сезінді. Келін осы кездесуде өзінің ата-енесіне деген көзқарасының өзгергенін түсінді. Ол өз өмірінің өзгергенін, өз жауапкершілігін мойындап, ересек адам ретінде шешімдер қабылдауға дайын екенін байқады. Бұрынғыдай емес, ол енді ата-енесіне құрметпен қарап, олардың бөлек өмір сүруінің тек жақсы жақтарын ғана көре бастады. Келіні атасы мен енесіне қарап отырып, «Ата, апа, мен сіздерді жақсы көрем. Мен сіздердің бізге жасаған қолдауларыңыз үшін шексіз ризамын. Сіздердің бөлек тұруларыңыздың қаншалықты дұрыс шешім болғанын енді түсінгендеймін. Бізге де, сіздерге де осылай өмір сүру жеңіл болды», деп қалды. Атасы басын изеп, «Иә балам, кейде уақыт өз түсінігін беріп,
адамға бәрін сабырмен қабылдауды үйретеді екен. Біз сендердің де бақытты болуларыңды қаладық. Сондықтан біз өзіміздің жолымызды таңдадық, сендер де өз жолдарыңды таптыңдар. Бұл бізге тыныштық пен түсіністік берді, деп жауап берді. Баласы да әкесінің сөзін қолдап, әке, мен сізге ешқашанда қарсы шығып көрген емеспін. Сіздің бөлек тұрғандарыңызды құптаймын деп айта алмаймын. Мен қазір өз қателіктерімді мойындадым. Өзімнің қателіктеріме көзім жетті. Маған тек сіздердің қолдауларыңыз бен кеңестеріңіз маңызды екенін түсіндім. Мен сіздерді қайтарғым келеді, деді. Анасы келініне күлімсіреп қарап, бәріміз үшін де осы уақыт тыныштық пен түсіністік кезеңі айналайындар. Енді біз бәріміз де бір-бірімізді қолдайтын, сыйлайтын адамдарға айналдық. Ең бастысы, әр қайсымыздың өмірімізде береке мен тыныштық бар, деп қалды. Осылайша отбасы мүшелері бір-біріне деген реніштерінен арылып, қайтадан бірлікке келді. Олар енді әр кездесулерін қуанышпен қарсы алып, өзара жылы қарым-қатынасты сақтауды мақсат етті. Ата-енесі мен балалары бөлек тұрып жатса да, отбасының ішіндегі махаббат, сыйластық пен береке қайтадан орнағандай болды. Уақыт өте келе, ата-енесі жаңа үйге үйреніп, өздерін жаңа өмірлерінде бақытты сезініп жүрді. Ал келін мен баласы өз өмірлерін реттеп, бір-бірімен терең түсіністікке келді. Енді олардың өмірінде тек тыныштық, сыйластық пен шынайы бақыт орнаған болатын. Кейінгі кездесулердің бірінде баласы ата-анасының өміріне олардың бөлек тұрғанына риза болса да, бір өтінішін білдіруді шешті. Ол оларды қайтадан бірге тұруға шақырмақшы болды. Бала ата-анасының үйіне келген сәтте, олардың жаңа өмірдегі тыныштығы мен еркіндігін көріп, бұл шешімді айту қиын екенін түсінді. Дегенмен, ол ата-анасымен сөйлесуді міндет санады. Кешкі ас үстінде ол сөз бастады. Әке, ана, мен сіздерге бір өтінішпен келіп отырмын. Сіздердің бізден бөлек тұрғандарыңызды түсінем, бірақ менің ойымша, бәріміздің бірге болғанымыз дұрыс болар еді. Біз сіздердің қолдауларыңызды, ақыл-кеңестеріңізді қажет етеміз. Мен қателіктерімді түсіндім. Сіздерсіз маған қиын екен. Әкесі мұны сабырмен тыңдап, балам, сенің бізге осындай жылы сөздер айтқаның үшін рахмет. Бірақ біз өз шешімімізді қабылдап қойдық. Бөлек тұру, бұл бізге де, сендерге де пайдалы болады. Біз осылай өз өмірімізді емін-еркін сүруге мүмкіндік алдық. Сендер де сөйтіңдер. Жауапкершілікті өз қолдарыңа алдыңдар. Біздің қайта оралуымыз бәрін қайта бұрынғы күйге түсіріп жібермей ме деп қорқам шырағым. Анасы да шалын қолдай отырып, балам, бізді қайта шақыруды қалауыңды түсінем, бірақ бұл біздің өмірімізде ең дұрыс шешім осы болып тұр. Біз енді бөлек өмір сүруге үйреніп те қалдық. Сендердің де өздеріңше өмір сүріп, тәуелсіз болуларың керек қой. Бізге керек кезде келіп тұрасыңдар. Бірақ бірге тұру бәріміз үшін қайта қиындық әкелуі мүмкін, деді. Баласы мұны түсінсе де, ішіндегі өкініші мен ата-анасына деген сағынышын жасыра алмады. Әке, ана, мен сіздерді қатты сағындым. Мен сіздермен бірге болғым келеді. Бәрі бұрынғыдай болса екен деймін, деп көзіне жас алды. Әкесі баласының иығынан ақырын қағып, оны жұбатты. Балам, сендер біздің бақытты болуымызды қаладыңдар ғой. Біз де сендердің бақытты болғандарыңды қалаймыз. Бірақ біз әр қайсымыз өз орнымызды таптық. Сендер өздерің жауапты болуды үйреніп жатырсыңдар. Бұл өмірдің бір бөлігі. Біздің бөлек тұруымыз сіздермен арадағы қарым-қатынасты жамандатпаса, жақсартты шырағым. Кейде қашықтық та қажет екен. Анасы да бір кезде, балам, сенің ата-анаң ретінде біз әрдайым жанымыздан табыламыз. Қалаған кезде келіп, бірге уақыт өткізуге әрдайым тайынбыз. Бірақ бірге тұру енді біз үшін ең дұрыс шешім емес, ренжіме. Сендер өздерің отбасы болуларың керек. Біз әрдайым сендерді қолдап отырамыз. Тек біздің таңдаған жолымызды құрметтеңдер, деді.
Баласы бұл сөздерді мұқият тыңдап, ата-анасының сөздерінде шындық бар екенін түсінді. Бірақ ішкі сезімі ата-анасының қасында болғанын қалағандықтан бұл жағдайды қабылдау оған қиынға түсті. Мен сіздерді түсіндім, деді ол ақырын ғана. Сіздердің біз үшін не істегендеріңді бағалаймын. Мен енді бәрін қолыма алуым керек. Тек мен үшін бұл оңай емес. Әкесі күлімсіреп, балам, қиындықты жеңу әрбір адамның өміріндегі үлкен сабақ. Сендер осы жолдан өтіп, өздеріңді табасыңдар. Біз сендерге әрдайым қолдау көрсетіп отырамыз, бірақ бірге өмір сүрейік деп айтпаш жаным қарағым. Біздің әрқайсымыздың өзіміздің жолымыз бар, деді. Осылайша бала ата-анасының бөлек өмір сүруіне деген құрметі мен түсіністігін терең сезінді. Ол ата-анасының еркіндігін қабылдап, өз отбасын құру жолында оларға сүйенбей, өз күшіне сенуді үйренді. Ата-анасы да бұл шешімнің қаншалықты дұрыс екенін уақыт өте келе түсініп, балалары мен немерелерімен арадағы қарым-қатынастың жақсарғанына риза болды. Бөлек тұрғанына қарамастан, отбасының бірлігі сақталып, әр кездесулері жылылық пен сүйіспеншілікке толы болды. Бірнеше айдан кейін баласы мен келіннің арасында үй ішіндегі тұрмыстық жағдайлардан туындаған кішігірім ұрыс-керістер жиілей бастады. Ата-анасының кетіп қалуы баласына ауыр тиіп, ол іштей мұны көтере алмай жүргенін түсінді. Бір күні кезекті даудың барысында баласы ата-анасының үйден кетіп қалуына әйелін кінәлай бастайды. Сенің мінезің менің ата-анамды үйден кетуге мәжбүр етті, деп күйеуі ренішпен дауыс көтерді. Егер сен олармен жақсы қарым-қатынас жасағаныңда, олар қазір бізбен бірге тұрар еді. Менің анам мен әкем енді бізден алыстап кетті. Сен қалай түсінбейсің? Бұл сенің кінәң. Әйелі бұл сөздерден қатты ренжіп, көзіне жас алды. Ол өзінің үнсіз мінезімен ата-енесіне деген салқын қатынасының салдарын енді ғана түсінгендей болды. Бірақ өз сезімін ақтап алғысы келіп, мен сенің ата-анаңды ренжітуді ешқашан мақсат тұтқан жоқпын. Мен тек өзіме ауыр болған жағдайдан шығуға тырыстым. Мен де бұл үйде жаңа адаммын. Өзімнің орнымды таба алмай жүргенде олармен жақын араласу маған қиын болды. Ал сен болсаң, олардың тарапын ғана алып, мені түсінуге тырыспадың, деп жауап берді. Күйеуі тағы да дауысын көтеріп, сен оларға ешқашан мүмкіндік бермедің. Олар сені жақын тартқысы келді, бірақ сен үнемі үндемей жүре бердің ғой. Бұл біздің үйімізге ауырлық әкелді. Сенің салқын мінезің, әсіресе ата-анама дегенде үндемей, үстел басында үндемей шай құйып беруің бәрін бұзды, деп кінә арта берді. Келін ашуланып, ал сен олардың тек өзіңнің ғана жақындығыңды іздедің. Менің сезімдерімді түсінгің келмеді. Мен бұл үйде өзімнің жалғыз екенімді сезіндім, және сен мені сол кезде қолдамадың, деп көңіліндегі ауыртпалықты жайып салды. Екеуінің арасындағы жанжал үлкен дауға айналып, бір-біріне ауыр сөздер де айтып жатты. Келіні үйден кетіп қалғысы келетінін айтса, күйеуі ата-анасының қасында болғанда бәрі басқаша болатынын қайталап, оның кеткеніне қатты өкінетінін жеткізді. Егер сен олармен дұрыс қатынас жасағаныңда, біз бақытты болар едік қой. Олар бізді ешқашан тастап кетпес еді ғой, деп күйеуі ренішпен айғай салды. Бұл жанжал келінге де, күйеуіне де ауыр тиді. Екеуі де ата-анасының үйден кеткенін қиындық ретінде қабылдап, өздеріне де, бір-біріне де реніштері көбейе түсті. Бірақ бұл ұрыс олардың арасындағы түсініспеушіліктерді одан әрі күшейтті. Келіні басын төмен салып, ауыр күрсініп, мүмкін мен қателестім. Бірақ бұл жағдайдың тек менің кінәм екенін айтқаның әділетсіз. Біз де бір-бірімізді түсінуге тырысуымыз керек еді. Бірақ сен тек өз ата-анаңды ғана ойладың сол кезде, деді сабырмен. Күйеуі бір сәтке үнсіз қалып,
әйелінің сөздерін ой елегінен өткізді. Не айтып тұр бұл? Ішінде ашу мен өкініш арпалысқанымен, ол да сол кезде қате жібергенін түсінді. Бірақ бұл ұрыс оларды енді қалай татуластыру керектігін білмеді. Терең ойға батты. Білмеймін. Мүмкін біз бәрін қайта қарастыруымыз керек шығар, деді күйеуі ақырын. Екеуі де өздерін шаршап, әрі ойланып қалған күйде қалды. Бұл ұрыс олардың қарым-қатынасына үлкен сызат түсірді. Бірақ енді оны қалай түзету керектігін білмей, әрқайсысы іштен тынатын болды. Күйеуімен болған ауыр ұрыстан кейін олардың арасы мүлдем суып кетті. Күйеуі күннен күнге үйден қашқақтап, кешке жұмыстан кейін үйге қайтпайтынды шығарды. Бастапқыда ол дос-жарандарымен немесе әріптестерімен уақыт өткізетінін айтып сылтауратса да, кейін тіпті түнде үйге қонбайтын болды. Келін осы жағдайға алаңдап, күйеуін түсінуге тырысқанымен, оның салқындығы мен жауапсыздығы жанын жаралай түсті. Әйелі әр кеш сайын жалғыз отырып, күйеуінің қашан келетінін күтетін болды. Үй ішінде ауыр үнсіздік орнап, бұрынғы жылы сөздермен ортақ әңгімелер жоғалды. Күнде бірдей сценарий қайталана береді. Күйеуі жұмысқа кетіп, кешке кешігетінін айтып, ақырында үйге мүлде оралмайтынды шығарды. Әйелі болса, мұндай жағдайдың ұзаққа созылғанын біліп, іштей алаңдаумен болды. Бір күні күйеуі таңертең жұмысқа кетуге дайындалып жатқанда, әйелі оған қарап сабырлы түрде сөз бастады. Неге біз осылай тұра береміз? Сен үйге қонбайтынды шығардың, ал біз бұрынғыдай сөйлеспейміз. Бұл біздің отбасымыздың берекесін алып барады. Мен де сен де қиналып жүрміз, деді ол жанарынан мұң байқатып. Күйеуі оның сөзіне бір сәт үнсіз қалды. Ол да бұл жағдайдың өздеріне ауыр екенін түсінгенімен, өзінің ренішін жеңе алмай жүрген еді. Оған қоса ата-анасының үйден кетіп қалғаны, оның көңіліне терең із қалдырғанын мойындауға батылы жетпейтін. Сен бәрін өзің бүлдірдің. Мен саған сенгім келді, бірақ ата-анамның үйден кетуіне жол бергеніңді ұмыта алмаймын, деді күйеуі салқын үнмен. Мен сені кінәламайын десем де, іштей қиналам. Әйелі көз жасына ерік беріп, мен өз қателігімді түсіндім, бірақ сен де мені түсінуге тырыспадың. Біз қазір бәрімізден айырылып барамыз. Бұлай жалғаса берсе, отбасымыз мүлде құлдырайды, деді ол жүрегіндегі ауыртпалығын бөлісіп. Күйеуі терең күрсініп, бір сәт ойға батты. Ол өзінің үйден қашып жүргенін сезгенімен, бұл жағдайдан қалай шығатынын білмейтін. Іштей оның да жүрегінде өкініш пен ауыртпалық жиналып қалған еді. Мен де не істерімді білмеймін. Бірақ біз бірге тұрсақ та, бәрі бұрынғыдай болмайды, соны білем. Қазір өзімді үйде болуға дайын сезінбеймін, деп жауап берді күйеуі ақырын. Бұл сөздер әйелі үшін ауыр болды. Ол күйеуінің өзіне деген сезімдерінің суып бара жатқанын көріп, іштей бәрін түзетуге тырысса да, қолынан ештеңе келмей жатқанын сезінді. Ұрыс-керістер мен кінәраттар олардың қарым-қатынасына қатты сызат түсіріп, енді қайта қалпына келтіру мүмкін еместей көрінді. Күйеуі тағы да үйден шығып кетіп, ұзақ уақыт бойы қайтып келмеді. Әйелі болса, үйде жалғыз қалып, оның қайта ораларына үмітпен қарап, ішкі күйзелісін жеңе алмай, үнсіздікпен күндерін өткізіп жатты. Бұл отбасы үшін ауыр сынақ болды, ал олардың арасы күннен күнге алшақтай берді. Әйелінің ішіндегі жалғыздық пен күйзеліс күшейіп, ол өз өмірін қайта қарап, әрі қарай не істеу керектігін ойлай бастады. Ал күйеуі болса, үйге оралуға батылы жетпей, қашқақтап, өз ренішін жеңе алмай сандалып жүрді. Күйеуінің үйге қонбай, ішкілікке салына бастауы жағдайды одан әрі ушықтырды. Әр кеш сайын ол достарымен ішімдік ішіп, үйге мас күйінде оралатын болды. Елі де, балалары да
бұл өзгерістерді байқап ауыр күй кешті. Үйдегі тыныштық пен береке мүлде жоғалып, жанұядағы атмосфера суық әрі ауыр болды. Балалар әкесінің мұндай өзгерісін түсіне алмай, олардың көңілдерінде қорқыныш пен белгісіздік орнай бастады. Әкесінің мас болып оралатын сәттерінде үйдегі тыныштықты айқай-шу басатын. Ол әйеліне кінә артып, ашуын түсіндірместен сыртқа шығаратын. Балалары да осы ұрыс-керістің куәгері болып, үйде бұрынғыдай жылулық сезінбей жүрді. Бір кеште күйеуі тағы да мас болып келіп, есікті қатты қағып, үйге енген кезде балалары қорыққаннан бөлмелеріне тығылды. Әйелі оны сабырға шақыруға тырысып, жайлап сөз бастады. Сен осылай жалғастыра берсең, бәрімізді жоғалтып аламыз. Ішімдікке салынуың, балаларға деген көз қарасыңды өзгертуің бәрімізді қинап жатыр. Бізді ойламайтын болдың, деді ол көзіне жас алып. Күйеуі мас күйінде көздерін қызартып, оны тыңдағысы келмеді. Менен бәрін күтпе, мен де адаммын, сен өзіңді ғана ойлайсың, деп айғай салды. Ата-анамнан айырылдым, үйімнің берекесі кетіп жатыр, сен менің күйімді түсінбейсің. Келіні ашуланып, балаларыңды ойласаң қайда? Олар сенен қорқып жүр, сен оларды әкесіз қалдырып отырсың, мені қойшы, бірақ балаларға қарауың керек, деді. Бұл сөздер күйеуінің ашуын одан сайын қоздырып, ол айқайлап үстелді жұдырықпен бір ұрды. Балалары бұл шуға шыдай алмай бөлмелерінде жылап отырды. Үйдегі ауыр атмосфера бәрін шаршатты. Әйелі ішінен бұлай жалғаса берсе, біз мүлдем құримыз, деп ойлады. Ол күйеуін тоқтатуға тырысып, талай рет сөйлескенімен, оның ішкіліктен арылғысы келмейтінін байқады. Балалар әкесінің мұндай мінезіне шошынып, оның жанында өздерін қауіпсіз сезінбей жүрді. Олардың мектептегі үлгерімі де нашарлай бастады, өйткені үйдегі жағдайдан күйзеліс пен алаңдаушылық күшейді. Әйелі осының бәріне шыдамай, өз ата-анасына хабарласып кеңес сұрады. Мен не істесем болады? Балаларымызға қиын болды. Күйеуім болса үйге қонбай, ішкілікке салынып кетті. Қалай бәрін түзетеміз деп жылап айтты. Ата-анасы қыздарына сабырлықпен қарап, қызым, сен өзіңді де, балаларыңды да ойлауың керек. Егер күйеуің осылай жалғастыра берсе, бізге кел. Балаларының амандығы маңызды. Егер ол түзелгісі келмесе, сені де, балаларды да бұзады. Өзіңнің де күніңді ойла, деп кеңес берді. Келіні бұл сөздерден кейін ойлана бастады. Ол отбасының амандығы үшін күрескенімен, күйеуінің өзгергісі келмейтінін көріп, балаларын қорғау үшін нақты шешім қабылдаудың уақыты жеткенін түсінді. Бірақ оны қалдырып кету оңай болмады. Өйткені ол әлі де отбасын сақтап қалғысы келетін. Бұл ауыр кезең келін үшін де, балалар үшін де үлкен сынақ болды. Үйдегі береке мүлде жоғалып, жанұяның болашағы бұлыңғыр болып көрінді. Әйелі күйеуінің күннен күнге ішкілікке салынып бара жатқанын көріп, ата-енесіне шағымдануға бел буды. Балаларының әкесінен қорқып, үйдегі ұрыс-керіс пен айқай-шудан шаршағанын сезген келін, енді бұл жағдайды жалғыз өзі шешуге қауқарсыз екенін түсінді. Бір күні ата-енесіне хабарласып, жүрегіндегісін ақтарып айтты. Апа, ата, сіздерден кешірім сұраймын, бірақ менің жағдайым өте қиын. Күйеуім күнде ішіп келеді. Балалар да одан қорқа бастады. Біз отбасылық өмірден айырыла бастадық. Сіздерге бұрын айтпадым, бірақ шыдай алмаймын енді. Енді мен не істерімді білмеймін, деді ол көзіне жас алып. Ата-енесі келіннің жан айқайын естігенде таңданып әрі жүректері ауырды. Ұлдарының осындай жағдайға тап болғанын сезбеген олар бір сәтке үнсіз отырып қалды. Енесі әуелде келіне сенбей қорғану үшін, қызым, сен артық айтып тұрған жоқсың ба? Біздің баламыз ондай болмаушы еді ғой, мүмкін уақытша қиындықта шығар, деп сенгісі келмей жауап қайтарды. Келіні көз жасын сүртіп,
Апа, мен сіздерге өтірік айтпаймын. Ол жұмысынан кейін достарымен ішіп келеді, тіпті түнде үйге қонбай қалатын күндері де көбейді. Балаларымыз әкесінің мінезіне шошынып жүр. Мен оны тоқтатуға тырыстым, бірақ ол мені тыңдамайды, деді ауыр күрсініп. Атасы да бұл сөздерге қатты таңданып, бұл не сұмдық, біз осындай жағдайға дейін барғанын білген жоқпыз, неге ертерек айтпадыңдар, деді күйінген үнмен. Келіні басын шайқап, мен сіздерді ренжіткім келмеді. Өзіңіздер де білесіздер, біздің ара қатынасымыз да оңай болмады, бірақ қазір бәрі ушығып кетті. Енді балалардың жағдайы маңызды болып тұр. Олар әкесінен қорқады, мектептегі үлгерімдері де нашарлап кетті, деп ішіндегі бар уайымын жеткізді. Енесі ұлының осындай жағдайға душар болғанына қатты ренжіп, бір сәт ойланып қалды. Ол келіннің сөздеріне енді сеніп, балаларының болашағы мен отбасының амандығын ойлай бастады. Қызым, біз бұл жағдайды назардан тыс қалдыра алмаймыз. Балаларымыздың болашағы маңызды. Ұлымыздың қателігі үшін сендер зардап шекпеулерің керек. Біз онымен сөйлесеміз, бірақ сен де өзіңді сақта. Балаларды қорғау үшін қандай да бір қадам жасаймыз, уайымдама, деді енесі сабырмен. Атасы да басын изеп, дұрыс айтады. Ұлымыз түзелуі керек. Біз онымен сөйлесіп, бұл мәселені шешудің жолын табамыз. Бірақ сен де бізден жасырып жүре берме, біз сендерге көмектескіміз келеді, ашығын айтып отыр, деді. Келіні бұл сөздерді естігенде аздап көңілі орнына түскендей болды. Ол ата-енесінің қолдауын сезініп, күйеуінің түзелуіне бір мүмкіндік белгілері келгенін көрді. Бірақ ол да ішінен бұл мәселенің бірден шешілмейтінін түсінді. Енді оның үміті күйеуінің өз-өзін қолға алып ішкіліктен арылуында еді. Келіні балаларының амандығы үшін күресуге бекініп, ата-енесімен бірге бұл қиындықтан шығудың жолын іздестіруге дайын болды. Бірақ алда оларды үлкен сынақтар күтіп тұрды. Келіні үшін бұл 15 күн ұзақ әрі мазасыз өтті. Күйеуінің үйге қонбауы, телефон қоңырауларына жауап бермеуі, мүлдем хабарсыз кетуі оның жанын жегіде жеді. Балалары да әкелерін көрмей, үйде үнсіз әрі мұңды жүретін болды. Келіннің жүрегінде күйеуі қайтып келіп, бәрі бұрынғыдай болар деген үміт әлі де бар еді. Бір күні кешке үйдегі ауыр ойлармен арпалысып отырған кезінде есік қағылды. Келіні есікті ашқанда бейтаныс бір әйелді көрді. Ол салқын жүзбен амандасып, бірден сөз бастады. Кешіріңіз, мен сіздің күйеуіңіздің жаңа елімін. Ол енді менімен тұрады. Маған оның киімдерін алып кетуге рұқсат етіңізші, деді әлгі келіншек сабырлы бірақ қатқыл дауыспен. Әлгі әйелдің сөздерін естігенде әйелінің жүрегі дүрсілдеп, демігіп қалды. Ол өз құлағына сенбей, сілейіп тұрып қалды. Бейтаныс әйелдің бетіне қарай алмай, бір сәтке жаны мұздап кеткендей болды. Сен не айтып тұрсың? Деді әрең дауыстап, таңырқаған күйде. Ол сенің жаныңда ма? Менің күйеуім сенің жаныңда ма? Әйел иығын бір қозғап, сабырлы күйде. Иә, менің жанымда. Ол сізбен ажырасқысы келмеді, бірақ бәрі бітіп жатыр деп ойлаймын. Ол енді менімен болуды шешіп отыр. Маған оның заттарын беріңізші, деп салқын қандылықпен жауап берді. Келіннің көздерінен жасы шығып, көңілі әп-сәтте күйреп кетті. Ол бұл жағдайды еш күтпеген еді. Күйеуі ішкілікке салынғанымен оны тастап, басқа елмен тұрамын деген ой оның үш ұйықтаса да түсіне кірмеген болатын. Ол балаларын тастап, мені осылай қалдырып кетеді деп ойлайсың ба? Деді ол жылап. Бұл мүмкін емес. Ол бәрін қалай қиып кете алады екен? Әлгі әйел тек басын шайқап, ол өз шешімін жасады. Енді сіздермен болмайды. Мен оның жанындамын, және ол менімен бірге болғысы келеді. Маған оның киімдерін беріңізші, деп қайталады әйел ешбір аяушылықсыз. Бұл сөздерді естігенде ішіндегі бар ауыртпалығы сыртқа шығып, ол дауыстап жылап жіберді.
Ол күйеуінің осындай сатқындық жасағанын қабылдай алмай қатты қиналды. Ол балаларын ойлап, олардың әкесінің енді қайтып келмейтінін түсініп, жүрегі қатты ауырды. Жоқ, бұл мүмкін емес, деп жылап жіберді. Балаларымызшы, оларды қалай тастап кетті? Ол маған бұлай істей алмайды. Біз бірге отбасымызды сақтап қалуға тырысамыз, көрде тұр. Әйел жауап қайтармады. Тек оның күйін түсінсе де, оны жұбатуға тырыспады. Ол сабырлы күйде күйеуінің киімдерін алу үшін ішке кірмек болды. Бірақ мына жақтан әйелі есікті жауып, жоқ, мен оның киімдерін бермеймін. Егер ол менімен сөйлескісі келмесе, мен оны тастамаймын. Балалары үшін болсын, бізге оралуы керек, деп айқайлады. Әйел кетерде салқын үнмен, ол оралмайды. Бұл шешімді қабылдап қойған. Мен тек оның заттарын аламын да кетемін деп ойлап ем, деп артқа бұрылып, үнсіз кетіп қалды. Есеңгіреп, есік алдында әйелі қалды. Жүрегі ауырып, бәрі аяқталған түсінгенімен, бұл жағдайды қабылдау оған қиын болды. Ол балаларын ойлап, енді олардың болашағы қандай боларын түсінбей, күйеуінің сатқындығын жеңе алмай, жалғыз қалып, еңсесі түсіп, бар ауыртпалықты бір өзі арқалайтын болды. Бұл көп ойланбастан әлгі әйелдің артынан жүгіріп шығады. Ішіндегі ашуы мен өкпесі шегіне жеткен еді. Көңілінде бәрі осылай аяқтала ма? Мен мұнымен осылай келісе салам ба? Деген сұрақтардан басқа ештеңе болмады. Ол әйелдің қайда бара жатқанын біліп, артынан ілесіп, бір үйге жетті. Дірілдеген қолдарымен есікті қақты. Есік ашылды. Алдында оның күйеуі тұрды. Оның жүзінен таңданыс емес, салқындықты көріп, жүрегі одан әрі қаттырақ соқты. Күйеуі оны көргенде еш кінәсіз бетіне тік қарап тұрды. Сен мұнда не істеп жүрсің? Деп сұрады күйеуі. Дауысы суық әрі салқын. Әйелі көздерінен жасын тоқтата алмай, жүрегіндегі барлық өкпесін сыртқа шығарды. Сен не істеп жүрсің? Бізді қалайша тастап кете аласың? Балаларыңды қалайша ойламайсың? Бізді осындай күйге түсіріп, мені екінші әйелмен айырбастағаныңды қалай түсінем? Сен мені сатып кеттің, біздің отбасымызды сатып кеттің, деді ашулы дауыспен. Күйеуі оның сөздеріне мән бермей, бір қадам артқа шегінді. Бұл шешім қабылданып қойды. Бізде бәрі аяқталды. Мен өзімді жаңа өмірге қадам басуға дайынмын. Сен де осыған көндігуің керек, деді ол суық дауыспен. Әйелі жан дауысымен, сен қалайша бізді тастап кетпексің? Сенің балаларың бар, олар әкесіз қалай өмір сүреді? Бұл шешімге қалайша осылай оңай келдің деп, бар ашу ызасын сыртқа шығарып, күйеуіне жақындай түсті. Күйеуі оның сөзіне құлақ аспай, өзіне тек ақталуға тырысты. Мен де шаршадым. Біз екеуміз енді бірге бола алмаймыз. Бәрі ұзақ уақыттан бері дұрыс емес еді. Енді өзім үшін өмір сүргім келеді, өтінем, деп жауап берді. Бұл сөздерді естігенде жан дүниесі төңкеріліп кетті. Оның күйеуі шынымен отбасы үшін күрескісі келмейтінін, балаларының болашағын ойламайтынын түсінді. Сен өзің үшін ғана ойлап жүрсің, ал біз ше, балалар ше, деп тағы да айқайлады әйелі. Сол сәтте әлгі әйел есікке келіп, күйеуінің қасына тұра қалды. Оларды бірге көргенін көріп, жүрегі тағы да қан жылағанын сезді. Ол бұл көрініске шыдай алмай, сен екеуміз бірге тұрмасақ та, балаларды ойлауың керек еді. Мені қойш, бірақ олар үшін бәрін бұзып тастауға болмайды, деп жан айқайын жеткізді. Күйеуі тек басын шайқап, балаларды көруге келіп тұрам, бірақ біз екеуміз енді бірге емеспіз, осыны түсін, деп әйелін қайтарып жібергісі келді. Ал ол болса, бұдан әрі бұл сөздерді естуге шыдай алмай, өз-өзін ұстай алмай, көзіне жас алды. Ол түсінді, күйеуі өз таңдауын жасап, отбасының орнына басқа жолды таңдаған. Оның енді күресуге күші қалмады. Ал күйеуінің жүрегі басқа адамға ауып кеткені анық болды.
Келіннің жан айқайы мен күйзелісі шегіне жеткенде, әлгі әйел оның сөздеріне бей-жай қарай алмады. Ол күйеуінің қасында тұрып, салқын көзбен қарап, сен неге бұл істі ұзартып тұрсың? Ол сенімен емес, менімен болғысы келеді, мұны қабылдаудың уақыты келді, деді өзін үстем сезініп. Бұл сөздер келіннің ашуын одан әрі қоздырды. Ол әйелге жақындап, өзіне қол тигізгендей әсер алып, ашуға булығып, сен отбасымды бұздың, сен менің күйеуімді тартып алдың, сен ешқашан менің орнымда бола алмайсың деп, әйелге қарап айқай салды. Бейтаныс әйел де ашуланып, ол сенің күйеуің болса да, сен оны ұстап тұра алмадың, сенің кінәң, енді неменеге жасың сорғалап тұр, отбасын сақтай алмасаң, деп жауап қайтарды. Сөзден іс кетіп, олар бір-біріне жақындай түсті. Бір сәтте келін әйелдің қолынан ұстап жібермей, өз ашуын шығарып, итеріп жіберді. Әлгі әйел де қарап тұрмай, оған жауап қайтарып, екеуі шынайы жанжалға ұласты. Олар бір-бірін итеріп, қолдарын сермеп, ұрысып, жұлса бастады. Екеуінің айқайы есіктің сыртынан да естіліп жатты. Күйеуі не істерін білмей, екі әйелдің арасында қалды. Ол оларды ажыратуға тырысты, бірақ ашулары тасып, ешкім тоқтауға дайын емес еді. Тоқтаңдар, бұл не сұмдық, деп күйеуі дауыстады, бірақ екеуі де оны тыңдамады. Келіннің ішіндегі барлық ыза, күйзеліс осы жанжал арқылы сыртқа шықты. Ол өз өмірінің бұзылғанын, күйеуінің сатқындығын, балаларының болашағының бұлыңғыр болғанын осы сәтте толық сезінді. Әйелдер бір-бірінің шашын тартып, киімдерінен жұлқылап, айқайлап жатты. Бірнеше минуттан кейін ғана күйеуі оларды әрең дегенде ажыратып, екі жаққа бөлді. Келіннің шашы тарқатылып, беті қызарған, демі ауыр еді. Ол күйеуіне қатты жек көрінішпен қарап, сен бізді осындай күйге жеткіздің. Отбасыңды талқандап, бұл әйелмен бірге болуды таңдадың, сенің де, оның да беттеріне қарағым келмейді деп айқайлады. Анау әйел болса да тыйышталмай, сен өзіңнің кінәңді көрмей отырсың, ол мені таңдады, сен ешқашан оған лайық болмағансың, деп өз сөзінде тұрды. Күйеуі екі әйелге де қарап, шарасыз күйде тұрды. Ол енді бұл жанжалдың шешілмейтінін, өз шешімінің салдары осындай боларын түсінді. Бірақ енді бәрі тым кеш еді. Отбасының арасы мүлде ажырап, қайта қалпына келуі мүмкін емес еді. Әйелі көңіліндегі барлық өкінішті, ашуды, қайғыны арқалап, үнсіз бұрылып кетті. Оның жүрегі жараланып, өмірі басқа арнаға бұрылып кеткенін түсінді. Әйелі күйеуінің жаңа әйелімен болған жанжалда өз өміріндегі қиындықтарды түсініп, енді басқа амалы қалмағанын сезді. Шаршап, жылап, жүрегі ауырған күйде телефонды алып, ата-енесіне хабарласуға тағы шешім қабылдады. Апа, ата, мені кешіріңіздер, деді ол дауысы дірілдеп. Мен өзімді жоғалтып алдым. Балаларыңыз мені тастап, басқа елмен кетіп қалды. Не істерімді білмеймін. Ата-енесі телефонды алған сәтте келіндерінің дауысы жылағанын естіп, жүректері ауырды. Енесі тез арада жауап берді. Қызым, не болып жатыр? Бәрі дұрыс па? Неге жылайсың? Деді ол, дауысы қатты алаңдаулы. Мен күйеуіме не болып жатқан білмеймін. Ол үйден 15 күннен бері қонбайды. Енді келіп, мені тастап, басқа елмен бірге болатынын айтты. Балаларымыздың әкесі мені осылай тастап кетті, деп келіні одан әрі жылап жіберді. Ата-енесі бір-біріне қарап, үнсіз қалды. Келіннің сөзі оларды қатты таңғалдырды. Енесі терең тыныс алып, біз қазір саған барамыз, күт бізді, деп такси жалдап келіннің қасынан бір-ақ шықты. Барғаннан соң келінін жұбатып, ыстық шай қойып, барлығы стол басына отырды. Мен сіздерді ренжіткім келмеді. Күйеуімнің ішкілікке салынғанын, сіздердің араларыңызда болған ауыртпалықтарды білгім келмеді. Мен бәрін өзім шешуге тырыстым, бірақ енді міне бәрі ушығып кетті, деп дауысы дірілдеді. Ата-енесі бір-біріне қарап, дереу келіндерін құтқару үшін
не істеу керектігін түсінді. Атасы сөзге араласып, біз сенімен бірге боламыз қызым, біз ешқашан сені тастамаймыз, кел, бізге кел, бәрін бірге шешеміз, балаларды да біз өзімізбен аламыз, деді. Келіні ата-енесінің қолдауымен махаббатын естігенде, жүрегінде үміт оты пайда болды. Ол жылап, өздері мен балалары үшін жаңа өмір сүру мүмкіндігі бар екенін сезді. Рахмет ата, апа, мен сіздермен бірге боларым, өте қуаныштымын деп жауап берді келіні. Сол күні кешке келіні балаларын алып, ата-енесі тұратын үйге бет алды. Жүрегіндегі ауыртпалықты, күйзелісті, жек көрушілікті, ренішті артта қалдырып, жаңа өмірге қадам басуға дайын еді. Себебі оған енесінің қасында тұрған жайлы еді. Ата-анасы балаларының жағдайын түсініп, олардың отбасын қайта біріктіру үшін не істеу керектігін анықтауға шешім қабылдады. Келіні мен немерелерін қамқорлығына алған ата-әжесі баласын қолдау үшін кешкі асқа шақырады. Кешкі ас үстінде ата-анасы өзара сыбырласқаннан кейін әкесі баласына қарап, балам, біз сенімен сөйлескіміз келеді, деді. Біз сенің отбасыңдағы жағдайды жақсы түсініп отырмыз. Сенің үйіңе оралуыңды және әйеліңмен қайтадан қосылуыңды қалаймыз. Баласы үнсіз ғана тыңдап отырды. Анасы сөзге араласып, балам, өмірде қиындықтар болады, бірақ нағыз отбасылық өмірде кешіру мен түсіністік болу керек. Біздің қалауымыз сендердің бірге болғандарың. Баласы ойланып қалды. Шындығында өз қателіктерін сезінген еді. Ата-анасы оған қайтадан үкімдік беру керектігін айтып, оның бақытын ойлағандарын білдірді. Балам, деді әкесі, ешкім кемшіліксіз емес. Екеуіңіздің ортақ балаларың бар. Олар үшін де, өздерің үшін де бақытты отбасын қалыптастыру өте маңызды. Біздің сөздерімізді аяқ асты етпе шырағым, деп өз ақылдарын айтты. Үнсіз ғана тыңдап отырып, әке-шешесінің сөзін аяқ асты етпей, сәл ойланып отырды. Бұдан кейін баласы мен келіні арасындағы қарым-қатынас қайтадан ақырындап жаңарған соң, олар өздерінің отбасы үшін жаңа өмір бастауға дайын болды. Бірақ бір күні баласы ата-анасына хабарласып, екеуінің қайтадан бірге тұруын өтінуге шешім қабылдады. Әке, ана, мен сіздермен сөйлескім келеді. Сіздердің қайтадан біздің үйімізде тұруларыңызды қалаймын. Отбасы ретінде бірге болуымыз керек, деді. Ата-енесі бір-біріне қарап, баласының ұсынысына қуанып, келісімін берді. Балам, біз де сенімен бірге болуға дайынбыз. Біз отбасымыздың қайтадан бірігуін қалаймыз, деді анасы. Келіні де бұл ұсынысты қуанышпен қабылдады. Ол ата-енесін қайтадан үйге шақырып, балаларымен бірге бақытты өмір сүру үшін олардың қажеттілігін сезінді. Бірнеше күннен кейін ата-енесі үйге көшіп келді. Отбасылары қайтадан бірлесіп, жаңа өмірдің қызығын бірге көруге кірісті. Баласы мен келіні ата-анасына қамқорлық жасап, оларды қолдады, ал балалар ата-әжелерімен қуанышты сәттерді бөлісті. Барлығы бірге ас әзірлеп, кешкі ас үстінде отырып, әзілдесіп, күлкілерімен үйді шаттыққа толтырды. Олар бір-біріне қолдау көрсетіп, қиындықтарды бірге жеңе алатындарына сенімді болды. Уақыт өте келе, отбасылары арасында махаббат, түсіністік және кешірім сезімдері орнықты. Отбасының қуанышы мен бірлігі оларға жаңа өмірде алға жылжуға, бақытты ғұмыр кешуге мүмкіндік берді. Соңында олар барлығы бірге бақытты және ынтымақтастықта өмір сүре бастады. Барлығы бірігіп, махаббат пен шаттыққа толы өмір кешіп, көрген түстей бәрін ұмытып, кешіріммен қарап, отбасының шынайы бақытын тапқан болатын. Құрметті тыңдарман, зейін салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі әңгімелерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар.